Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым, және қазақ халқы, және біздің оңтүстік облысы Көшеров Нұралхан ағамызға осы үндеуімді жариялағым келіп тұр. Мен қаншама шындықты айтқалы, сіз білерсіз, білмессіздер, көп қысымды көріп келе жатырмын. Сол қысымның ішінде біздің басшымыз, оңтүстік Шәмші Қалдаяқов атындағы филармониямыздың басшысы Ғалымжан мырзаның да қаншама қысым көрсетіліп, маған концертке қатыспайсың, сенің киімің жоқ деп, және де маған махаббаттар жайында әңгіме етіп, менің ұятта болса айтайын, менің алдыма келіп отыр, мен сені иіскеуім керек деген әңгімелердің бәрінен өтіп келе жатыр. Бірақ, құрметті әкім мырза, осының бәрін сізді қолға алуыңызды өтінемін. Жалғыз мен емес, жалпы қазақтың қыздарының бәрі сондай басшылардың қол астында кетіп бара жатыр. Басшылардың қол жаулығы болып кетіп бара жатыр. Ертең қара көз қыздарымыздың қаншама осындай басшыларға алданып, қаншама осы интернет желісінде бір-біріне көмек сұрап жүргендері қаншама. Ал енді мен сізді осы видеомнан кейін, мен осы жазбамнан кейін, мен сізді өзі қолға алады ғой деген үмітпен жазып отырмын. Мен сонымен махаббат құрмағаным үшін, және де мен шындықты филармонияда не бар не жоқ барлығын айтқаным үшін көріп келатқан қысымым бүгін шегіне жетті. Ақыр соңында мені сахнадан шеттетті. Болды, қатыспайсың, өткен мен бұл жерде басшымын, өзім білем, сенің киімің жоқ, болды, қатыспайсың деген. Кәдімгі барша жұмысшылардың көзінше айқайлап, мен ар-намысыма тиіп, бүгін сондай қорлық. Енді мен ол мекемеден шығып кеткім ақ келеді, бірақ мен 2003-тен бері сол мекемеде жұмыс жасап келе жатқаннан кейін, мен әлі де сол мекемеден пенсияға шыққым келеді. Осы жазбамнан кейін сізден өтініш, менің осы жазбамды бір ескере қараңызшы. Қазақ қыздары ретінде сізге айтып жатыр. Сіздер әлеуметтік желі қолданушылар, құрметті достар, кешегі әлеуметтік желіде тарап жатқан видео бойынша мен де өзімнің жауабымды бергім келеді. Мен отбасылы, анам бар азаматпын. Маған, менің отбасыма қатты күйе жағып жатыр. Бұл заң мені де қорғайды деген ойым бар. Заң аясында сотқа шағымдандым, соттың шешімін күтейік. Одан кейін барлық әлеуметтік желіге салатын боламыз. Мені жұмыстан қудалап жатыр деген мәселелері бойынша ол түкке шындыққа жанаспайтын дүние, себебі өздеріңіз әлеуметтік парақшасынан көріп жатырсыздар. Бір күні Жезқазғанда, бір күн Қызылордада тойда жүреді. Ол мүлдем жұмысқа келмейді. Біздің кемшілігіміз сол жұмыста болмады деп жұмыстан шығарып жіберуіміз еді, бірақ енді біз жанашырлық танытқан жағдайымыз бар. Үшінші мәселе бойынша мені мамандығыма тиісіп сөйлейді. Ол менің мамандығым квал требованияға сәйкес келмейтін болса, мен бұл қызметте отырмас болған едім. Мамандығым сәйкес келгеннен кейін, өнерге жанашыр болғаннан кейін, мен осы қызметте атқарып жатырмын. Шетелге баратын сапарымыз бойынша айтқым келетіні, ол ресми іс-шара, елшінің хаты бар, басқарманың рұқсаты бар, ешқандай ақшаны далаға шашып төгу емес, Астана күнін тойлау мақсатында бар жатқан дүние. Құрметті қазақ елі, кешелі бері маған жанашырлық танытып, маған қаншама қолдау білдіріп жатқандарыңызға рахмет. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Біз бүгін осы мекемеге келіп, арнайы әкімшіліктен, оңтүстік әкімшіліктен комиссия құрылып, біз Ғалымжан мырза екеуміз бір-бірімізді түсіністік, бір-бірімізге кешірім сұрастық. Осыншама қолдау білдіріп жатқандарыңызға Алла разы болсын. Кешелі бері резонанс тудырған мәселе үшін жалпы кешірім сұраймыз. Әрбір үйдің мәселесі үйдің ішінде қалған дұрыс еді негізі. Бірақ бүкіл елге тарап кеткеннен кейін облыстық мәдениет басқармасынан және әкімшіліктен комиссия келді. Комиссия екі тараптан тыңдады, талаптарымызды, өтініштеріміздің бәрін қарады. Ешқандай бір-бірімізге қоятын мәселе жоқ. Екі жақтан келістік. Ешқандай баудармай, ушықтырып, оның қажет жоқ. Жалпы рахмет. Кешегі Нарген жені бүкіл халықты шулатқан үшін заң алдында сізде жауап беруіңіз керек.
Бұл жерде үлкен шикілік бар, байқасаңыз. Ана кісі, бір сөзін айтпаймын, ана бастық. Наркенжек жұмысқа келмейді. Бұл үлкен қоғамдық жұмыста жасайсыз сіз. Қоғамдық жұмысқа сіз жұмыста қалмауыңыз керек, Наркенже ханым. Ол жігіт солай айтады, тойда жүреді Наркенже үнемі деп. Үнемі сіз командировка кіреді, тойда жүрсіз әр қалада. Сіз сонда қалай анандай жұмыста жасайсыз? Значит, сіз мына еркекті айтқаныңмен жүргізем деп ойлағансыз ғой. Бұл еркек сізге көне қойды, бүкіл нені шулатқасы. В общем, екеуіңізде де шикілік бар. Біздің Қазақстанның заңы дұрыс болса, мына екеуің жауап қатар, екеуін де жұмыстан қуу керек. Ондай жерде әнші жұмыс істейтін болсаң, сен көшеге шығып ән айту қақың жоқ. Ресторан жағалап ән айтқанда жақсысың ғой. Сонда сен жұмыс уақытында қалай барасың ол жерге? Жұмыс деген тек қана суббота воскресенье демалатын жұмыс қой, жексенбі, сенбі күні. Саған не ойыншық па не жұмыс? Бұл соны требовать еткен шығар. Мүмкін екеуің араларында не болғанда біздің шаруамыз жоқ. Құрметті қазақ елі, әнші сымақтар сіздерге қатаң түрде ескерту. Халықтың артына тығылуды доғарыңыздар. Халықтың басына іс түскенде неге солай еңіреп шықпайсыңдар? Енді келіп халықтың атынан сөйледің, жыладың, халық қолдады. Ана бет табақта еркектің сөзін сөйлеп татуластық деген не сөз? Сонда қалай келістіңіздер екеуіңіз? Алдында келіспедім деп шықты, бірдеңе сұрады дедің. Не сұрады? Енді сонымен келісі ме? Заң бар бізде. Мынандай әншілерді және жаңағы ана татуластық деген басшыны жұмыстан қуу керек бұларды. Бұндай екіжүзділік не керек? Халықтың артына тығып шаруаларын шешілген кезде кешірім сұраған болып. Керек емес, кешірімді үйлеріңде отырып сұрау керек еді. Елдің алдына шықтыңыз ба? Заңның алдына жауап беру керек. Бүкіл қазақ қыздарының арулардың намысына тиді деп сөйледің, Наркенже ханым. Жетер, халықтың артына тығылып, өздерінің шаруаларын шешіп, ешектерің судан өтіп кеткен сияқты болуды доғарыңыздар. Түсінікті ма сіздерге? Заң бәрімізге ортақ, екеуіңіз де заң алдында жауап беріңіздер. Енші, бүкіл халықтың атынан, қазақтың ару қыздарының атынан деп сөйледің ғой. Енді қалған қазақтың ару қызын сонда кімге тастап кетіп барасың сен? Кешірім беретіндей. До конца бару керексің, до конца. Бұндай есі шын болса, өтірік айтқансың, или онда өтірік айтсаң жауап бересің үші. Шын айтқан болса, мына жігіт заң алдында бүкіл қазақтың арулары үшін жауап беру керек. Жұмыстан кеткен ештеме түрбенің. Шамшы Қалдаяқов атындағы филармонияның бастығы негіз тірлігі дұрыс болмаған. Наркенже әпкемізге алдыма отыр, мен сені ескеймін анау. Өй! Ау? Татуласты ғой олар. Қойш? Иә. Қашан? Жаңа татуласып кетті аяғыз. Азында не? Боп қалды енді. Сөйт алдыма отыр, алда үлкен концерттер бар, жоспарлар бар, ұйымдастырайық, мынау облыстың мәдениетін көтерейік деген сондай ақылдасулар болған екен. Өте тамаша, қолдаймын. Мені басшы деген осындай болу керек. Қалайсыңдар? В общем, Наташам қасыма келіп алған. Мен ауырып тұрмын, короче. Мен, короче, әлсіреп тұмау теп қалды. Соған даусым да болғандай біртүрлі болып тұр. Хотя кеше укол салдырдым, дәрі іштім, бірақ самолетте бір пиво ішіп қойған бар енді. Содан кейін, одан сайын әбір іштім, короче. Мынау боянып, сыланып, мазғамды итеріп жатыр. Бір сағат ұйықтап алайын десем ұйқы бермей жатыр. Көтіңе укол салған дейді, қуаңда бересің. Жоқ, айтады ма, мен укол сала аламын, укол салып берейін деп жатырмын. Сен ойлап айтады. Жоқ, өтірсің. Просто құйрығымды көргісі келіпті ада, короче. Құйрығымды теспекші ғой, короче. Ай, ауырып жатырмын. Мен тұрдым, кішкене түрді реттеп алдық. Енді кеше кішкене сағат адал қалдым, білесіздер. Отырқсау, ойланып. Андай бит болып тұр. Ана апайдың өзінің вайбы бар екен кәдімгі. Оппа! Әпшем әкетіп отыр. Чәлмеш жақсы өліп қояр екен өз. Тіппеле отыр. Инстаграм тұрасың ба? Қоясың, короче. Бір сағын айт. Телеграмға кетіп жатыр ғына. Жоқ енді саған анаға соны айттым. Қыздарға қарап жүр не дейсіз? Қарап жүрмін, қарай берсін. Қос аяқтағы ана қыз сияқты сұрап жатсың ғой.
сізге мындай сұрақ қойып жатыр екен, не дейсіз? Шаршап кеттім, қарай берсінші. Да? Өзі сақал, мынаны ана жерде жаңағы бір сақалды жігітті обсуждать етті ғой. Айтқан жоқсың ба енді? Неде болсын? Жоқ, туалетке кіріп бірдеңе сөйлесті. Қашан? Қандай туалетке туалетке? Қай жерде сөйлесті? Ол бір адам ғой. Әдемі. Адамдар көп болсын дейсің ғой. Жақсы адамдар көп болсын. Жақсы адам ғой. Аты жоқ екен, бірақ аты жоқ екен. Артығым десем, аты жоқ сияқты ғой. Ойбай. Бүйтіп енді менен өтіріктен бір не қылып алып бүйтіп. Нанырсын сөйлестің. Міне бақжан подпись ет. Нанырсын. Бұл да сөйлескеннен кейін бізде сондай бір движение бар, істейміз да. Анталияда кім бар, если жазыңдар. Тимбилдинг істеп жүрмедік, жиналып, костердің жанында өлең айтты деген сияқты. Қалай? Şu Айгүлді үйде қалдырып кетеміз. Ау? Қалай? Үйде сөйлесіп жата беремін онда. Деген сияқты ғой. Сұмдық қызсың, е? Салма. Аттың ба? Май бар, анда бірдеңе жақып береді екен. Же. Сен ше жемейсің ба не? Бұл не сонда? Май ма? Жақып бермейсің ба не? Жақып бер. Өзің жағып ал. Kaç tane istiyorsun? Мен мына ыстық қойсын. Bir tane mi? Buyurun. Жақып берсің бе? Қанша ал? Жоқ, оның бет ашасын өзің жағып ал. 2 tane mi kral? Сыр болса жемеймін. Сыр болса жемеймін. He? Бір тамақ ішуге келдік. Мына жердің бағасы примерно Ритц Карлтонмен почти бірдей екен. Бірақ дәмді сияқты да. Мына кісі енді еті бар нәрсе закажет. Біз андай бір каша болып тұр енді. Сол май слишком көп болып тұр, я? Гастрит деп тұр ғой, короче. Многообещающий болып тұр. Мен сорпа ішейін деген өтсем, бірақ сорпа бар екен. Амел, который. Майын айтесің? Қазір кіріп келеді. Адай, жүрегім бір түрлі кеткен момент қой. Жүрегі бір түрлі болып береді ғой оның. Ойламадым. Деп айта алмайды екен қазір. Айгүл сізде бола ма? Айгүл сізде бола ма? Жиып шығай, Айгүл бергейсің бе? Неке әлде Айгүл? Осы моменттер өтіп кетті ма тез-тез. И бірінші жұбым енді осы кісі. Бірінші жұбым деген бара кетті, вообще жалпы до конца осы болатын шығар енді, бірақ. Жоқ, ақшасы бар, жап-жас жігіт, түр десе түрі бар, үшін. Бәрі бар жігіт менің жігітім да, соны бағам. Бәрі бар. Полная комплектация бар. Айгүл. Set что там? Қандай алай? Шықшынан ұстайды, осы красты бар. Что там? Сет ұйқы деген шығару керек қой енді. Айтпақшы бар екен ондай. Сет ұйқы. Ұйықта. Сіз ауыратқан едіңіз ғой, что-то? Кішкене алып. Что там ауыратқан болсын? Сет ауырватым. Сет ауырватым. Гуленок. Не что-то? Неге настроениең жоқ? Нормально. Ау, Жақсы. түсінбедім. Класстас деп жатырмын мияқта мен. А? Анталияда класстастар бар ма екен деп сөз деп Әдемі. қыдырып қайтатын. Да? Отыра берем ба үйде деп ше. Дубайдағы әңгіме басталды десе, Сондай сияқты. Мысыққа үсіп, қорқпай жатады екен қараңыздаршы. Бізде мысықтар қашып жүреді ғой. Енді біз тамақ ішіп болдық сол енді. Осындай атмосфера болып тұр.